Армысыз құрметті көрермен, эфирде көршінің қызы. Жайғасып отырыңыз, бірге әңгіме айтайық. Ай қызау, маған қарызға ақша бере тұрш, қазір бір нөмір жіберем, соған салып жіберсең болды. Дәл осындай хабарламалар немесе жұмыстан келген қоңыраудан соң ақшаңыздан айырылып қалуыңыз мүмкін. Бір әйел дәл осылай 2 миллионын жоғалтты. Оқиға қалай болды? Әйелге бұрынғы жұмыс орнынан қоңырау шалғандай болып, кадр бөлімі юристі оның жеке ісін алып кеткенін хабарлаған. Оған қосымша ақпарат алу үшін телефон нөмірде берілген. Содан кейін өздерін заңгер деп таныстырған адам әйелді интернет алаяқтыққа байланысты топқа кірген деп сендірген. Ол қоңырауларға құқық қорғау органы мен банк қызметкерінен жауап беруді ұсынған. Алаяқтар әйелді әбден сендіріп, үшінші тұлғалар оның банк шотына қол жеткізгісі келеді деп түсіндірген. Ақшасын қорғау үшін барлық жинақтарын қауіпсіз шотқа аударуға да сендірген. Сол жолы әйел алаяқтарға сеніп, 2 миллион теңгеден астам қаражатын аударған. Қандай да бір белгісіз немесе өзге адамнан келген қоңыраудан абай болу керек. Тіпті қазір алаяқтар сіздің туысыңыз болып жазып, қаражатыңызға қол жеткізуі ықтимал. Сақтықта қорлық жоқ екенін әрдайым ескерген жөн. Танымал әнші Қайрат Нұртастың анасы Гүлзира Айдарбекова үй, көлік, тегін ақша таратпақ. Ол әлеуметтік желісіне бір бөлмеге төгілген ақшамен сурет жариялап, жаңа брендін жарнамалауды бастапты. Ол өз тауарын сатып алғандар арасында ұтыс ойындарын өткізіп жүр. Солардың қатарында шампунь, бальзам, детокс шай, скраб, табиғи шөптер де бар. Оған дейінде сусабын сатып алғандарға 10 миллион теңге мен Lexus автокөлігін ұтып алу мүмкіндігі берілген екен. Қысқасы, Гүлзира Айдарбекова тек сән мен сұлулық емес, қызықты ойындармен де өз оқырмандарын қызықтырып жүр. 44 жастағы Динара Сәтжан ене атанады. Қазақстандық тележүргізуші қуанышты жаңалығын әлеуметтік желіде бөлісті. Оның ұлы Даниал Өскенбай сүйіктісіне ұсыныс жасаған. Қасиетті айда Даниал қалыңдығына ұсыныс жасады деп жазды ол әлеуметтік желіде. Жас ене келіні туралы өзге ақпаратты әлі жарияламаған. 1 миллион 600 мың теңгеге iPhone алар ма едіңіз? Бұл Apple компаниясының ең соңғы үлгісі iPhone 17 Pro Max 2 терабайт жады бар телефонның құны. Жалпы қазақстандықтар арасында соңғы үлгідегі телефонды жиі жаңарту сәнге айналғандай. Жыл сайын қыркүйекте Apple компаниясы да көп күттірген жаңа модельдерін шығарудан жалыққан емес. Соңғы 17 моделі ресми дүкендерде 615 мыңнан 2 миллион теңгеге дейін саудаланып жатыр. 615 мыңға не алуға болады? Ет бағасы 3 мың теңге болса, 205 келі жылқы етін, 2000 келі картоп, не болмаса 4920 дана ролтон кеспесін сатып алуға болады. Ал сіз қолыңыздағы телефонның құнын білесіз бе? Пікірге жаза кетіңіз. Той жасасаң қарыз, жасамасаң парыз. Ағайын туыстан ұят болады, көршілер сөз сөйлейді. 200-300 адамға той жасап, көлік не ас берсек те кредит аламыз. Кредитке ақша алып істедік. Несін жасырасыз? Кредитке ақша алып істедік. Жалғыз бола, көңілі жарым болмасын деп. Шындығында Қазақстанда несие көлемі жыл сайын өсіп келеді. Қазір ел азаматтарының банк пен микроқаржы ұйымдары алдындағы жалпы қарызы 23 триллион теңгеден асқан. Салыстырып қарасақ, 2023 жылдың көктемінде бұл көрсеткіш 15 триллион теңге болса, 2024 жылдың сәуірінде 19 триллион теңге болды. Бір жыл ішінде несие көлемі шамамен 22%-ға өскен. Ал ең қызығы, осы қарыздың көп бөлігін тұрмыстық, яғни тұтынушылық мақсатта алады екенбіз. Оған бәріне белгілі той, көлік, үй ремонты, телефон, тағы басқасын алуға құмармыз. Көршінің қызы бүгінгі жаңалықтарын аяқтады. Арнаға тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыз.